Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен доктор Айда Мұхтарова. Бүгін сіздермен қазір елімізде көп белең алып жатқан ОРВИ, грипп және жедел респираторлы аурулардан қалай антибиотиктерсіз емделуге болатыны туралы толық ақпарат беретін боламын. Егер тақырып қызық болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сонымен, сіз өзіңізден немесе отбасы мүшелерінің бірінен суық тию, ОРВИ, грипп белгілерінің басталып келе жатқанын байқасаңыз, не істейсіз? Міндетті түрде пікіріңізді комментарийға қалдырыңыз. Ал менің сіздерге беретін кеңесім төмендегілер. Бірден дәріге жүгірмеңіз, әсіресе антибиотиктерге. Не үшін? Өйткені антибиотик бізде пайдалы микроорганизмдердің де титрін жоққа шығарады. Солай біздің пайдалы микроорганизмдеріміз азайған кезде иммунитетіміздің тез түсіп кетуіне себеп болады. Ал мүмкін сіздің жедел респираторлы ауруларыңыз вирустың әсерінен болатын шығар. Егер вирустың әсерінен болатын болса, онда сізге антибиотик ешқандай да пайда әкелмейді. Сондықтан антибиотик қолданар алдында міндетті түрде ең болмағанда жалпы қан анализін тапсырып, ол жердегі лейкоциттердің, лимфоциттердің мөлшерін қарап, және дәрігермен кеңесіп барып, ол шешімді шығару керек. Ал менен сіздерге кеңес, міндетті түрде, егер сіздерден суық тиюдің белгілерін, ОРВИ-дің белгілерін байқаған кезде, сұйықтықты көп ішуден бастаңыз. Әсіресе жылы суды ішуді міндетті түрде қолға алыңыз. Күнделікті сіздің ішетін суыңыз сіздің салмақпен есептегенде 1 килограммға 30-50 миллилитрден кем болмауы керек. Әсіресе ауырған кезде біз көбірек су ішкеніміз дұрыс. Екіншісі, міндетті түрде жеңіл тамақтану. Әсіресе көкөністер мен етті көбірек жеп, сорпа ішуді қолға алыңыз. Әсіресе тұздалған орам жапырақты осындай кезде жегені жақсы болады, өйткені ол бізде пайдалы микроорганизмдердің титрін көтеріп, иммунитетті жоғарылатуға септігін тигізеді. Тәттіден бас тарта тұрғаныңыз дұрыс. Айтпақшы, ешкі сүтінен дайындалған ірімшік, йогурт тағамдары және де айран ешкі сүтінен жасалған көп тұтыныңыз. Ол да ішектің микробиотасын жақсартып, иммунитеттің көтерілуіне көмектеседі. Және дене қызуын 38-39 градустан аспайынша түсірмеңіз. 39 градуста арнайы антитела бөлініп, ағзамызды вирус, бактериялардан қорғайтын лейкоциттер пайда болады. Бөлмені жиі ылғалдандырып, арасында желдетіп алуды ұмытпаңыз. Және баланың немесе өзіңіздің тамаққа тәбетіңіз болмаса, онда мәжбүрлемеңіз. Бастысы, мұрны мен тамағын тұзды сумен шайып, көбірек жылы су беруге әрекет етіңіз. Және осы күндері келесі дәрумендерді қолдануға ұсынамын. Витамин D дәрумені ересектерге 5000 единицадан, ал балаларға 1000 единицадан, яғни 10 килограммға 1000 единицадан түскі ас кезінде тамақпен бірге ішсеңіз болады. Одан кейін цинк. Ересектерге қолдану көрсеткіші 15-30 мг, ал балаларға 1 мг. Ең жақсы формасы ол пикалинат түрі. Одан кейін менің практикамда өте жақсы көмектесетін ол С дәрумені. Бұның дозасы 150 грамм, яғни 10 килограмм салмаққа. Тамақпен бірге ішуге болады. Одан кейін алоэ шырыны бір ас қасықпен күніне 3 рет ішсеңіз болады. Және магний. Магнийді ұйықтар алдында 2-3 капсуладан ішуге болады. Ең абзалы аурудың алдын алу. Ол үшін қарапайым қағидаларды еске сақтағаныңыз дұрыс. Таза ауада көп серуендеу, қолды жиі жуып жүру және адамдармен қарым-қатынас кезінде дистанция сақтау. Бұл аурудың бастапқы күндері кәдеге асуы тиіс кеңестер. Ендеше ауруды асқындырып алмауға тырысыңыз. Ал сіздің жағдайыңыз қалай? Ауру сырқаудан амансыз ба?